Сәлем достар, бүгін біз бауырдан котлет жасайтын боламыз. Ең алдымен бауырымызды осылай блендерге езіп аламыз. Одан кейін мен картоп қостым. Көкөністерді қоссаңыздар дәмді болып шығады. Одан кейін пиязымды салдым. Барлығын езіп, бір ыдысқа салып жатырмын. Одан кейін сәбізімді салдым. Оны да блендерден өткізіп алдым. Барлығын бір ыдысқа салған соң кішкене тұздаймын. Одан кейін бір жұмыртқамды қосамын. Содан соң кішкене қара бұрыш саламын. Дәміне қарай. Одан кейін кішкене ғана сүтті құйып, майонезді кішкене құямын. Сол кезде котлеттеріміз көтеріңкі болып піседі. Одан кейін ұнымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Қатты қою болып та кетпеу керек. Қызып тұрған майымызға котлеттерімізді қуыратын боламыз. Қызарғанша қуырып, аударып отырамыз. Міне котлеттеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.